Ассалаумағалейкум, 31-ші арнаның тікелей эфирінде Информ бюро жаңалықтары. Әріптестерімнің бүгінгі әзірлеген ақпараттар легімен таныс болыңыздар. Қазақстан-Қытай шекарасындағы 13 әскери қызметкерді қастандықпен өлтірген кімдер? Оларды отқа өртеп кеткендер шекараны басып өтпек болған ба? Алматының 1,5 миллион халқын түнімен ұйықтатпаған жер сілкінісін алдын ала болжаған мамандар неге үнсіз қалған? Атырауда Каспий теңізінде жоғалған 4 балықшы табылды ма? Ұшақты Ақтау әуежайына қондырған бетте ұшқыш неден қайтыс болған? Осы және өзге де жаңалықтар алдағы жарты сағатта. Қазақстан мен Қытай шекарасындағы үшаралы отрядына қарасты Арқан Керген жылжымалы бекетінің барлық әскери қызметкерін белгісіз біреулер қастандықпен өлтіріп, денелерін түгел отқа өртеп жіберген. Өртелген бекеттен 13 әскери қызметкердің және бекетке көршілес қоныстанған 2 қорықшының денесінің қалдықтары табылған. Елдің тыныштығын күзеткен қарулы бекетті кім және қандай күшпен, қандай мақсатпен басып алған? Оларды өлтіргендер шекараны басып өткен террорлық топ емес пе? Әзірге оқиға орнында комиссия жұмыс істеп жатқанын айтқан Ұлттық қауіпсіздік комитеті бұл сұрақтарға жауап берген жоқ. Шекара қызметінің шығыс өңірлік басқармасына қарасты үшарал шекара отрядында бүгін қаралы күн. Қытаймен арадағы шепті күзететін Алматы облысында орналасқан Сарыбөктер заставасы әскери қызметкерлерінен айырылды. 13 шекарашы мен 2 қорықшының денелері мамырдың 30 күні тек жазғы уақытта жұмыс істейтін Арқан Керген шекара бекетінен табылған. Қазіргі уақытта жанып кеткен 13 адамның денесі және посттың жанында орналасқан аңшылық шаруашылығының қорықшы қызметкерінің денесі табылды. Тұрғанбек Станбековтың айтуынша Арқан Керген заставасында жаз мезгілінде 15 шекарашы қызмет атқаратын көрінеді. Сондықтан болар ақпарат құралдарында қаза тапқан 15 шекарашының арасында 1 офицер, 3 келісімшарт қызметкері және 11 сарбаз болған деген мәлімет тараған болатын. Дегенмен бұл жайтты шекара қызмет өкілі не растаған, не даттаған да жоқ. Ал депутаттар бұндай оқиғаның тарихта болмағанын айтады. Мынау біздің тарихымызда болмаған дүние. 15 әскери, оның ішінде 1 офицер, анау келісімшартпен қызмет істеп жүргендер, әскерлермен бұлай енді кәсіби деңгейі жоғары әскерилер олардың бар. Оның сыртында жаңағы бір орманшыны өлтіріп кетіпті жаңағы. Енді мен уәкілетті органдар енді бұны анықтауға тиіс, бұны тездетіп анықтауға жататын жағдай ғой. Ел арасында тараған тағы бір ақпараттарға қарағанда шекара бекетіне белгісіз біреулер шабуыл жасап, әскерилерді атып өлтірген. Содан кейін олардың денесін бір жерге жинап, өртеп жіберген. Ал қорықшының күйген денесі 2 күн бұрын өз үйінен табылған. Сондай-ақ оқиғаның тағы бір себебі ретінде застава сарбаздарының арасындағы әлімжеттік жағдайда айтылады. Енді бір деректер шекараның бұл аймағында дәрілік шөптер көп өсетіндіктен қанды оқиғаны шекараны бұзып өткендердің жасау мүмкін екенін де жоққа шығармайды. Бұл енді мемлекеттік қауіпсіздікке тікелей қатысты болғаннан кейін толық ақпарат белгілі болмай тұрып, жұрттың үрейін ұшырмауымыз керек, жаңағы ақпаратты байқап жеткізуіміз керек деп есептейміз. Қазір оқиға орнында шекара қызметінің директоры бастаған Ішкі істер министрлігі және бас әскери прокуратурасы мамандары жедел тергеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Шекара қызметі өкілдері қайғылы оқиғаға байланысты толық мәліметті содан кейін жариялаймыз деп отыр. Медетжан Мейрамжанұлы, Арман Бөкей, Информ бюро, Астана. Шекарадағы оқиғаның анық қанығы біздің назарымызда болады. Ал Каспий маңында балықшылықпен айналысатын бір отбасы 3 баласынан қатар айырылды. Осыдан 5 күн бұрын 4 балықшы теңізге шыққан. Кенет Каспийде дауыл тұрып, олар ұшты күйлі жоғалған. Бұл туралы еліміздің төтенше жағдайлар министрлігі хабарлап отыр. Қазіргі уақытта балықшылардың 3-інің денесі судан шығарылса, 83 жылғы тағы бір азаматтың денесі әлі іздестіріліп жатыр. Министрлік таратқан ақпаратқа сәйкес балықшылар 26 мамыр күні Каспийдің Мартыш кен орны Жамбай кенті маңындағы аумағында балық аулап жүрген. Сол күні Каспийде дауыл соғып, олар жағаға жетіп үлгермеген. Іздестіру шараларын төтенше жағдайлар қызметі туыстары мен достары жүргізген. Алайда денелерді құтқарушылар емес, туысқандары тауып алды. Олардың сөзінше, суда жоғалған жігіттер сол күні-ақ қайтыс болған көрінеді. Бір шаңырақтан 2 сүйек шығып жатыр. Негізі осы тағы бір жоғымыз бар. Өзіме тетелес 1983 жылғы Ағатай деген інім жоқ осы бүгінге дейін. Ал біреуі балам, біреуі немере інім.
Ал Бакуден Ақтау әуежайына қонған ұшақтың 38 жастағы ұшқышы кенеттен сапарын жалғастыра алмай көз жұмды. Ол әуежайдан соң өзін жағдайсыз сезініп тұрғанын айтып қонақ үйге түскен. Алайда бір сағаттан соң ол жедел жәрдем көлігі жеткенше қонақ үйде көз жұмған. Алғашқы болжам бойынша Скат әуе компаниясының экипаж командирі жүрек талмасынан көз жұмған. Алайда әуежай әкімшілігі мен компания өкілдері мәйіттің неден қайтыс болғаны туралы медициналық қорытынды шыққанша пікір білдіруден бас тартты. 74 жылы туған жігіт бұл рейстен соң туған жері Қостанайға қайтуы тиіс болған екен. Ал Астана уақытымен таңғы 3-тен 20 минут өткенде Алматының шығысына қарай 150 шақырым қашықтықта болған жер сілкінісінің дүмпуі 1,5 миллион тұрғыны бар Алматы халқын аяғынан тік тұрғызды. Екінші толқыннан қауіптенген кейбір тұрғындар тіпті атар таңды көзбен атқызып далада жүрген. Жер сілкінісінің эпицентрі Еңбекшіқазақ ауданы Көкпөк асуында болған. Оның қуаты 5,9 балл. Ал Алматы қаласында жер дүмпуінің күші 4 балға дейін жетті. Сейсмолог мамандар болса, бұл дүмпуді 1 жыл бұрын болжаса да, ол туралы тұрғындарға тиісті ақпарат жеткізбеген. Түнгіште ұйқыда жатқан халықты сілкіп оятқан 4 балдық жер сілкінісі өткен жылдың дәл осы мамыр айында болған дүмпулерді амалсызда еске салды. Сол кезде осалдықтан тіп көпшілікке нақты ақпар тарата алмай, абдырап қалған құзырлы мекемелер тұрғындарды қауіпсіз жерлерге көшіруді бастамай, алғашқы кезекті шенеуніктердің туыстарын, биліктегі бастықтардың балалары мен жақындарын шетелге асырып жіберуге асығып, қараша халыққа қауіптің бар екендігін айтуды да ұмытып кеткен болатын. Өкілетті органдардың өз міндеттерін атқарудағы адалдығы мен қарапайым тұрғындарға деген көзқарастары дәл осы оқиғадан кейін анық байқалып қалды. Мұндай немқұрайлыққа 1,5 миллион Алматы жұртшылығы куә болды. Содан болар, өз қорғансыздықтарын сезінген қала халқы бүгін түнде жаппай далаға қашудан басқа амал таппады. Жоқ, алдын ала білген жоқпыз. Бұл жер сілкініс 3:20-да болды. 3:20-да тұра сала жаңағы машинаға біріп, өзі жұмыста болдық. Тербеліс ошағы Еңбекшіқазақ ауданы Көкпек асуында тіркелген. Ол жердегі сілкініс қуаты 6-7 балға дейін жеткен. Мамандар 1889 жылы осы маңдағы Шелек елді мекенінде 10 балдық жойқын зілзала болғандығын еске салып отыр. Түндегі дүмпуде осы жерде орналасқан 2 шағын бекет пен Бартоғай су қоймасына өз залалын тигізген көрінеді. Өңірдегі Мойнақ су электр станциясы маңызды нысан болып табылғандығымен, оның айналасында бірде-бір сейсмикалық станция жоқ дейді ашынған мамандар. С таким мы связались. Біз жергілікті әкіммен хабарласып отырмыз. Қаза тапқандар жоқ, үйлерді қирамаған, себебі жер дүмпуі таулы аймақтарда болған. Бартоғай су қоймасының жұмысы да қалыпты. Әлде тексерістер жүргізіліп жатыр. Қазірде жер сілкінісі ошағына бір топ ғалымдар мен Қытайдан келген сейсмолог мамандар делегациясы аттанды. Олар қираған ғимараттар мен қауіпті нысандарды санап, жер қыртысының қаншалықты өзгергендігін зерттемек. Сейсмология институтының директоры Таңатқан Абақанов жақын уақытта Алматыда жойқын жер сілкінісінің болмайтындығын айтады. Біздің болжамымыз бойынша мүмкіншіліксе вероятностный, разрушительный, дүлей жер сілкініс болмайды деп біз болжаймыз. Жалпы, егер болатындай жағдай болатын болса, біздер алдын ала халықты хабарландырамыз. Алайда мұқым елді бұл жолы да ешкім хабарландырған жоқ. Арнайы дабыл қағылмады, халыққа ескерту жасалмады. Дабыл құлаулары біз өзіміз әдейі қосқан жоқпыз, өткені жаңағы жер сілкінісі кішкентай болды. Ал бір ғана төтенше жағдайлар департаментіне бұл түні 9 мыңға жоқ телефон қоңырауы түскен екен. Жанар Жолтаева, Думан Сүлейменов, Алмаз Бестенбеков, Информбюро 1 арна. Ал Италияда таңғы сағат 4-те болған жер сілкінісінен опат болғандардың саны 17-ге жетті. Тағы 350-ге жуық адам жарақат алып, 13 мыңы үйсіз қалды. Негізгі соққы елдің солтүстігіне тиген. Қатты зардап шеккен аудандарда құтқарушылар жұмыс істеп жатыр. Олар үйінділердің астынан адамдарды әлі де іздестіруде. Толқулар Милан және облыс орталығы Токсанда қатты сезілген. Әр елді мекенде бірнеше ғимараттың күл талқан шыққан. Жүздеген адам жер асты дүмпулерінен далада қалған. Қазір елде әлі де үйінділердің астынан тұрғындарды іздестіру шаралары жүргізілуде. Қызылорда облысында ұлттық бірыңғай тест сатқандарға қатысты соттың үкімі шықты. Былтыр облыстың Жаңақорған ауданында 16 мектептің 505 баласының 400-ден астамы 100-ден жоғары ұпай жинап, айды аспаннан бір-ақ шығарған еді. Алғашында тиісті органдар техникалық ақау деп мәлімдегенімен, Жаңақорғандағы оқиға мемлекеттік құпияның да құлпын кез келген уақытта аша беруге болатынын дәлелдеп берді. Енді сол мемлекеттік құпияға қол сұққандар жазасын алды.
Кеше ғана 29 мамырда Қазақстан Республикасы әскери сотының апелляциялық алқасымен атталған үкім өз күшінде қалдырылды. Қылмыстық істі ұлттық қауіпсіздік комитетінің жедел тергеу тобы тексеріп, 4 адамды кінәлі деп тапты. Ал Шымкент гарнизонының әскери соты Қызылорда облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің Шиелі аудандық бөлімінің бұрынғы бастығын 5 жылға, осы бөлімнің жедел уәкілін 4 жылға бас бостандығынан айырды. Ал Жаңақорған аудандық білім беру бөлімінің бастығы мен осы аудандағы 163 мектептің директоры 3 жылдан шартты жазаға кесілді. Бұлардың іс әрекеттеріне мемлекетке 16 миллион теңге залал келгендіктен жазаға тартылғандардың дүние мүліктері тәркіленеді. 20 жылдан бері ашық жатқан жол жаңа қожайынның кесірінен жабылды. Ортақ жолды жеке меншігіне айналдырып алған жаңа көрші тіпті өз ісінен олқылықты да көріп отырған жоқ деп ашынады алматылық Шолпан Бектемісова. Зейнеткердің айтуынша өзін ауласына өткізбей отырған азамат Forbes журналының оқырмандарына жақсы таныс. Алайда еліміздегі миллиардерлердің қатарына кіретін ол қоршап алған жерін қарапайым шаруаға оңайлықпен бергісі жоқ. Қалталы көршінің кесірінен өз үйімнің ауласына кіре алмай қалдым. Осылай деген Шолпан Бектемісова екі бірдей жер телімін қосып, ортасындағы ортақ жолда ауласына айналдырған жаңа қожайыннан көресіні көрдік дейді. Бұл аздай жалғыз жолдың жабылуы салдарынан малдарына жем шөп өткізе алмай, қолдарындағы сауын сиырлары мен байлаулы биелері де жұтқа ұшырапты. Мына шаруашылығымызға не жем шөп өткізе алмай, бірнеше малдарымыз қырылып сондай қиыншылыққа ұшырады. Ол білмей жауып қойған жоқ. Мына үйді салып болғаннан кейін заборды мыналарын барлығын қоршаттағы екі жағын не салып, замок салып тастады. Біз жаяу мына жолды таудан асып әрең өтіп жүрдік. Зейнеткердің айтуынша, әсеми құжат бойынша Алюминий Қазақстан акционерлік қоғамының президенті Алмаз Ибрагимовтың жұбайы Ольга Ибрагимованың атында. Алайда қалталы қанынан именіп қалған қария жоқ. Әділеттікті орнатамын деп көршілерін сотқа берген. Қақпаларын ашып, халыққа ортақ жолды қайтарсын деп. Бірақ шаруаның ойлағаны бола қоймады. Көп балалы ана Талғар аудандық сотынан да, Алматы облыстық сотынан да тау шағылып қайтқан. Есесіне кассациялық шағым жолдың ортақ екенін карта бойынша дәлелдеп беріпті. Ал Ольга Ибрагимованың өкілі бетпе-бет кездесіп, бет-жүзін көрсеткісі келмесе де, телефон арқылы біраз ақпараттың бетін ашты. Айтқаны, заң бұзылған жоқ, жол жеке меншіктің құзырында. Үй иесімен жеке таныстығым жоқ, есесіне ол кісінің ұлын жақсы білем. Нағыз ақша боп салаудың шебері десем, артық айтпаймын. Басылымдарға мақала жазып өзін ақтап алғысы келеді. Ал Бутаковка шатқалындағы дәл осы даулы жер телімдері қарайтын Көктөбе ауылдық округінің әкімі шағым айтып тараптардың келмегенін айтады. Дегенмен жолдың заңсыз жабылғанына күмәнім жоқ дейді. Проезд болу керек, өйткені архитектура кезінде берілген болса да, оны в любом случае проездге, жолға бәріне ескерілу керек қой. Ол значит самовольно жабылған. Күзетшілерден рұқсат сұрап, қақпаның арғы бетіне әрең өтіп жүрген Шолпан Бектемісованың арызына қазір Іле Алатау ұлттық саябағының басшылары да қосылған. Кассациялық алқада жолдың ортақ екенін дәлелдеп шыққан Шолпан Бектемісова, қалтасы қалың Ибрагимов жоғары сотқа шағымданып, жолды жеке меншігіне айналдырып алуға әрекет жасайма деп қорқады. Қалай болғанда да олигарх пен құртмайын сатып күнін көріп жүрген көп балалы ана арасындағы дауға нүкте қойылған жоқ. Лимара Салех, Ринат Абылқайыров, Информбюро, Алматы облысы. Ал Шымкент қаласы Бадам ықшам ауданының халқы коммуналдық қызмет түрлерінің сапасыздығына наразы. Олар қалада тұрып құрттаған су ішіп, жол мен жарыққа жарымай жүргендерін ашынады. Жиналған жұрт жанайғайларына жергілікті биліктің бейқамдық танытуынан шаршадық деп отыр. Қалада тұрып ауыз суды армандағандар, жол мен жарыққа жарымай көгілдір отынды өздері тартып алғандарын айтады. Жиналған жұрт жанайқайларына жергілікті биліктің бейқамдық танытуынан шаршадық деп отыр. Холодниктер мынау, майларымыз, апаттарымыз міне. Неғылмайды, ешқандай мұздатпайды. Үйдегі техника күйіп біткен, оның шығынын ешкім көтермейді. Ал таза судың бір шелегін 50 теңгеден сатып алып ішеді. Ал жер астынан тартып алған суда құрт құмырсқа өріп жүр дейді тұрғындар. Құрттар, нелері бар. Мүмкін дәміз, ішкі açsın. Жол азабы тағы бар. Қысы жазы батпаққа батып барар жеріңе жету қиын дейді қала тұрғыны. Көгілдір отынды күтіп шаршағандықтан әркім өз бетінше құрғызған. Сосында бұлар сәл ғана сығырайып тұр. Тұрғындар бұл аймаққа тек сайлау кезінде ғана бас сұғатын билік кейін қарасын көрсетпейді дейді. Сайлау кезінде бәрі кеп жаңағыдай үгіттеп өздерден не қылады. Ойбай үйтіңдер қатырамын деп алдын ала бүйтем деп барлық
нелерін өтініштерін айтады, ал сайланғаннан кейін біреуін де көрмейсің. Кезінде Сайрам ауданына қараған Бадам елді мекеніне 5 жыл бұрын қала мәртебесі берілген. 3 жыл бұрын Кеңес одағы кезінен мұраға қалған құбырларды Қытай пластигіне ауыстырған. Бірақ жұмыс сол бойы жалғаспапты. Бізден қайда ұзақ жатқан жерлердің бәрінде су бар, 100 километр Шымкенттен. Ақжар, Қазығұрт ауданында. Бізде қаланың түбінде тұрып суымыз жоқ. Билік бұл жағдайдан хабардар, тек құрғақ уәдемен халықты алдап келеді дейді жиналған жұрт. Халық ашынып отыр, халық қалтасынан шығара шаршады. Жолымызды өзіміз төсесек, газымызды өзіміз кіргізсек, сонда билік бізге не береді? Ал жергілікті әкімшілік 1,5 жылдың ішінде халық коммуналдық қызметке қарық болады деп отыр. Жол мәселесі ең бірінші газ бен су жүйесі өткеннен кейін ғана қолға алынатын болады. Шағын ауданды 1000-нан астам отбасы мекен еткен. Мұңын шашқан халық әлі 1,5 жылдай шыдай тұруға тура келеді. Жания Өсерқұл, Мирас Сүлеймен, Азамат Жанаспаев, Информбюро, Шымкент. Қазақстан экономикасы қарыштап дамып келеді, алайда жарықсыз, сусыз ауылдардың саны азаяр емес. Алда көретіндеріңіз. Қазақтың зиялы қауымы сталиндік репрессиямен нәубет үшін КСРО-ның мұрагері бүгінгі Ресей Қазақтан кешірім сұрауын талап етеді. Жаңбыр жауса да қызыл кілеммен жүрудің өзі бір бақыт. Алматыда Шәкен жұлдыздары фестивалі биыл ерекше болып өтпек. Бізбен бірге болыңыздар. Қазақтың зиялы қауымы ашаршылық нәубеті мен репрессияны қолдан ұйымдастырған Сталин үшін Кеңестер одағының бүгінгі мұрагері Ресей бізден кешірім сұрасын дейді. Грузия мен Украина бұл мәселені халықаралық деңгейге көтеріп отырғанда халқының тең жартысынан айырылған Қазақстан үнсіз қалуға тиіс емес дейді олар. Ал бүгін Астанада ашаршылық құрбандарын еске алуға арналған ескерткіш ашылғанымен, бұл жерде ескерткіш орнатылады деген белгі Алматыда сол күйі тұр. Ұлт тарихын парақтасақ, патшалық Ресейге бағынғалы қазақтың көргені қорлық пен зорлық. Осыдан 80 жыл бұрын аша тұяқ қалмасын, асыра сілтеу болмасын атанған нәубет жылдарында қазақтың тең жартысы аштан өлді. Халқын ашаршылықтан аман алып қалсам деп жан ұшырған Әлихан Бөкейханов бастаған қазақ зиялыларын көзін жойды кейіннен. Басын көтергеннің басын алды. Сондықтан 1932 жылғы аштықты саяси қуғын-сүргіндерден бөліп қарауға болмайды дейді қоғам өкілдері. Жалпы саяси репрессия туралы айта келіп, мына ашаршылықты екінші планға қалдырып келе жатырмыз. Негізі халқымыздың басына түскен, сол кездегі Совет үкіметі аталатын үлкен мемлекетте Поволжьеде болған аштық бар, Украинада болған аштық бар, басқасы бар, бірақ ең қиын соққаны қазақтарға болды. Бұның бәрінің астарында негізі саясат жатыр. Қоғам қайраткерлері ұлтымызға қиянат келтірген үшін кешегі Қызыл империяның мұрагері бүгінгі Ресей бізден кешірім сұрау керек дейді. Ашаршылық Украина халқын зобалаңға салғанда ол елдегі қоғамдық белсенділермен қатар ел президенті Ресей бізден кешірім сұрасын деп талап қойған еді. Ал біздегі тәуелсіз дейтін елдің тәуелді парламенті саяси баға беруді әлі жалтақтап келеді деп қынжылады. Күні күнге дейін аштыққа саяси баға берілген жоқ. Украина берді білесіздер, Украина кінәлін атады, Сталиннен бастап өз ішінде өлген адамдарды, біздер әлі оған барған жоқпыз. Бұл біздің ана партиялардың да кінәсі. Өйткені біздің жетекші партиямыз отыр, негізінен отырғандар осында халықтық мәселеге үн қатпау, енді оны ақтауға болмайтын нәрсе. Әр төрт қазақтың екеуі аштан өлді. Бұны кімнен жасырамыз? Жоқ, не үшін мойындамаймыз, мен түсінбеймін бұл. Бұл ешқандай саяси дүние емес. Қашан мемлекет осыған қатысты бір жүйелі түрде қадамдар қабылдай бастайды, тәрбиелік жастар оп-оңай сіңіріп алады деп ойлаймын. Жастар отырған ешқандай кінә жоқ. Бүгінгі азат елдің ұланы қазақтың өткені саналы түрде салауат айтса игі. Өйткені аштық, нәубет қазақтың қабырғасын қайыстырған қасірет пен қайғы. Міне бүгін сол зобалаңға 80 жыл толғанда елордада миллиондаған қазақтың басына бір белгі қойды. Ілтипаты биліктің. Мақсат Толықбай, Ринат Абулқайыров, Информбюро. Ал Павлодарда аштық құрбандарының рухына тағзым ретіндегі ескерткішті мүсінші Марат Әбілқасымов жартысы сынып қалған шаңырақтың бір шетін гүлдеп жайқалып келе жатқан ағашқа теңеген. Ондағы ойы 30 жылдарда қырылып қалған қазақтың орын толып бүгінгі күнге жеткенімізді дәріптеу дейді шебер. Аз уақытта 13 күн, бұндайды енді 13 күнде жасау оңай емес. Таңғы 6-дан бастап түнгі 11-ға дейін жасаған жұмыс. Кеше мысалы сағат 10-ға таман бітірдік.
Аштықтан қаза тапқан анасын тізесіне жатқызып жоқтау айтып отырған бала бейнесі көрген жанның төбе шашын тік тұрғызып құйқасын шымырлатады. Сондай-ақ шаңырақ опырылып ортасына түскен қазақ қасіреті де бұл мүсіннен орын тапқан. Еңселі ескерткіш 20 метр аумақты алып жатыр. Айта кетейік, аштық жылдары Ертіс өңірінде 300 мыңнан астам қазақ қырылған. Саяси қуғын-сүргін құрбандарына арналған мүсін шаһардағы мұсылман зиратының маңында орын тепкен. Оңтүстік Қазақстан облысындағы газ тарату желілерін жаңартумен айналысып жатқан Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамы жұмыс сапасын арттырып, тұтынушыларға қолайлы жағдай туғызу үшін газ құбырларын төсеу технологиясының жаңа әдісімен жұмыс істеуге кірісті. Инновациялық әдістің ерекшелігі сол, жер асты құбырын төсеу үшін траншея қазылмайды, яғни көлденең көлбей бұрғылау арқылы мамандар жолдың беткі қабатын жарақаттамай, жер астын бұрғылап, газ құбырын төсеуді қолға алды. Америкадан әкелінген мына көлденең бұрғылау қондырғысы бір мезетте бірнеше адамның қызметін атқарумен қатар бірталай міндетті де оңтайлы шешуге мүмкіндік беріп отыр. Газопроводы мы начали менять уже с 2009 года. Ескіріп тоза бастаған газ тарату жүйелерінің ең үлкен көлемі де осы өңірде. Яғни құбыр ескірген аймақтар Қазақстан бойынша 40%-ді құраса, оңтүстікте ол 50%-дан асып жығылады. Газ құбырын тартудың бұл әдісіне алғашқы болып көше бойындағы тұрғындар қуанды. Құбырларды орнату барысында енді олар басқа нысандардағы секілді лайға малшынбайтын болады. Біз қуаныштымыз, мына қазір біздің осы көшеге осылай жасап атқандарына қазбай, бүлдірмей, ешкімнің әбігерге салмай осылай жасап атқандарыңызға рахмет. 3 и вниз 6. Так, а этот сам аппарат. Халыққа қолайлы жағдай туғызып жүрген жұмысшының бірі Рауан Адинияс. Жаңа құрылғының қыр-сырын оған жақында ғана Санкт-Петербургтен келген мамандар үйретті. Жол бөктерлерін қазір бұзбаймыз, қазір асфальттарды, бұл айтқанда газон, сондай сияқты темір жол астымен өткізе береміз. Бұрынғыдай бұзып, шектеулер қойып бұзбаймыз. Бұл газ қорабы біткен істің нәтижесі деуге болады. Бүгіннің өзінде жаңартылған газ жүйесінің қызметін 9 мыңдай абонент тұтынады. Аталмыш компания болашақта бұлардың санын Шымкентте 27 мың, ал облыс бойынша 60 мыңнан асыруды көздеп отыр. Жания Өсерқұл, Мирас Сүлеймен, Азамат Жанаспаев, Информбюро, Оңтүстік Қазақстан облысы. Ал Алматыда осымен 10 рет өткізіліп отырған халықаралық Шәкен жұлдыздары кинофестивалінің ашылу салтанаты өтті. Дәстүр бойынша мереке қызыл кілемнен жүріп өтуден басталды. Кино саласының жұлдыздарына себелеп жауған жаңбыр да кедергі келтірмеді. Кино саласында үлкен мейрам, кинофестиваль Шәкен жұлдыздары. Жыл сайын осы кинофестиваль жастар үшін режиссер жастардың кино түсіріп жатқан солардың кинофестивалі. Фестивальдің ашылу салтанатына Асанәлі Әшімов бастаған барша кино саласының майталмандары келді. Қызыл кілемнен жүріп өту кино жұлдыздардың біріне қуаныш сыйласа, енді бірі оны жетістіктің символы деп түсінеді екен. Бұл жолы іріктеу комиссиясына 36 елден 800 өтініш келіп түскен. Оның 53-і жастар киносы, студенттер киносы, анимациясында аталымдар бойынша таңдалды. Фильмдерді ресми фестиваль орталығының кинозалдарынан тегін көруге болады. Бүгінгі осы алда Информбюроның орысша шығарылғаннан соң түріктің Фатмагүл хикаясы. 31-ді қосып жаңалықтарды қарай жүріңіздер, ақпараттардың жазбаша нұсқасы 3W31KZ сайтында.